келіңіз аға, келіңіз. Бүгін кетіп барсыз ба? Келсеңізші енді, келсеңізші, Құдай-ау. Көзіңіз ашылып, кәдімгі красавчик болып кетіпсіз. Иә. Саламатсыздар ма? Немен ауырып келдіңіз аға? Ауырып келген, бүйрекпен ауырып келген. Креатинин көтерілді. Қаншаға? 425 болды. Жоқ, ол анализін қойшы. Сол кезде қандай симптом болды сізде? Симптом ұйқы. Әлсіреу? Әлсіреу, ұйқы болмады. Міне мен жаңа айтып жатырмын, Тикоға емші мастер. Ұйқы дұрысталды? Ұйқы дұрысталды. 10 күн жас бала сәби сияқты ұйықтайды. Күш жиналды? Күш бар. Қазір жеңіл, сергек жүрсіз? Жеңіл жүрім. Иә, ұйқы дұрысталды? Екінші сіздер. Ұйқы, сосын қан қысымы түсті. Қан қысым түсті, дұрыс. Таблеткені тастадым мен. Тамаша. Қанша жыл ішкенсіз таблетка? Ой, 5 жылға жақындап қалды. 5 жыл таблетка. Давлениені дәрсін. Давлениені логикасын сізге айтты ма осында лекцияда? Айттыңыз. Давлениеден қан тамырдың қысылып қалуы ғой. Сосын напор келмей ма қаннан? Дене мұздағаннан ғой. Денені жылтып жесе қан тамыры жайлады ғой. Кеңейеді ғой. Ана кісі спортпен шұғылданды, ішінен сыртынан жылттық, блоктарын бәрін аштық, бүкіл ағза дұрыстап жұмыс жасап кетті. Бүйрегі бар, отлично. Қол аяғы жып-жылы. Жып-жылы. Менің аяғым неткенде, ана білесіздер, қазақша айтқанда сіресіп қалатын кей кезде. Сәл де өзім жатқанда жазды күні болсын көрмеймей жататын. Тоңғаннан. Аяғым сәл де ашық болса сіресіп қалатын. Қазір аяғым шығарып жатыр. Ұлы сөздің ұят жоқ. Мен бірдеңе сұрайын. Үлкен болсаңыз, ренжімеңіз. Эрекция бар ма таңертең? Бар. Болды. Әкеліңіз қол. Қол жып-жылы мына кісі. Жасыңыз қаншада? 61 толық. Уже эрекция бар. Не айтасыздар? Одан бұрын болмаған, қол аяғым мұздап сіресіп жатқан. Бүйрегі әлсіз, кератин 400 көтерген. Қазір бұл кісіге анализ тапсырудың керегі жоқ, өзін тыңдаса болды. Да. Несі керек оны? Ол тексеріп берді, кератин бар жоқ, азы, әше нәтиже ғой. Ең бастысы бұл кісі қазір өзін жақсы сезінеді. Адам өзін тыңдау керек, анализін емес. 10 күн алдым. Бірақ мына кісі айтқан бірге орындады. Жоқ, оққан жоқ, лекция тыңдадым. Келіп тыңдадым. Осылай лекция тыңдадым. Енді бір алдында айтып отқан несі бәрі сорт бар. Енді больницаға барсаңыздар айтады таңертең диета көп ішпеңіздер. Нагрузка болады. Мен керісінше құнарлы тамақ ішіңіздер дейді. Қойның сорпасына қарабұш сапырып ішіңіздер, қою тамақ жеңіздер, жаттығу жасаңыздар, лесін саға шығып түсіңіздер, аяқты ыстық суға салып ерте ұйықтаңыздар, имбирь іштей жылт, мен жаңа каша жеп отырып, кашаны же, жылыға жат, бәрін істедіңіз ғой. Күнде массаж как положено? Как положено. Қолы жып-жылы ағам. 3 күн кішкене нетті басым ойынның қасында. Үйренбеге сіресіп қалған ғой, бәлесі суық бар өткен. Содан 3-ші күннен кейін бәрі же тер шыққанда қандай. Қайдан ол не мал? Қайдан? Әй, осындан! Біздің мастерлер емдейді ғой. Міне содан шықты міне. Ойбай айтайын себепті. Себепті нүкте орталығы. Мына айғайлап отырған Тұрсынгүл темір. Астана қаласы Айнакөл 103. Лекция тыңдап, сосын біздің мына емнің логикасын бәрін түсініп, адам ағзасы өзін-өзі емдейтін терең түсініп барып, бұл кісілер сосын бізден ем алады. Мен жазып берген рецепті бірге бір орындайды, одан қалғаны күнделікті кеп блогын аштыртады, шынтақпен, бір шынтақпен соңына дейін. Жарқырап әйелің ырза. Әйеліңіз қайда? Үйде. Не айтасыздар? 61 жаста, қарашы, жап-жас. Ана отырған жігіттен әлді қайда жақсы денсаулығы. Қайдан келдіңіз аға? Осы қалған күн. Есіміңіз? Маулет. Маулет аға, жүрген жеріңізден насихаттап жүріңіз. Ешқандай дәрі-дәрмек емдейтін орталық бар деп. Дұрыс па? Қазақтың бәрін ауырмайтын ел қылып жасаймыз деп жүрміз ғой. Соған атсалысыңыз. Ішпейді ешқандай дәрі. 20-30 таблеткамен келген кісілердің бәрі дәрі ішпейді. 180 болатын давление. Тәрдің бір тұрын ба сразу өлшейсің, таблетка аузыңа шаласың. Оң қалғанда енді осыны неткен істегіп, режим ұстайын. Режим ұстасаңыз неге ауырасыз? Енді ауырмай тұрмайды ғой адам. Бәрібір бір күні бірдеңе оқып қалуы мүмкін, соқ тигізіп алуы мүмкін, немесе бір оқиғалар болып, эмоцияға берілуі мүмкін деген сияқты. Қайта келеді? Терлемей қойған ақыр кезде. Енді терледіңіз? Терлейіп сол, ашыққанда қарым. Бұрын терлеп жүрдім де, ауырғаннан кейін терлемей қойды, тер шықпай қойды. Енді дене мұздағаннан қайт терлейсіз? Мұздақ болып жүргенде. Бірақ таңертең тамақ ішкен жақсы, күні бойы мәз болып жүресің тамағына.
Тәбетіңіз жақсы. Дәрет бәрі жақсы. Жақсы. Бұрын каша жейді дейді, бары суға пісіріп, одан қандай әлі болады? Мына кісі кератин 400 неше, енді диализге пока ерте дейді де жібере салған дәрі бер. Кейін таман ағзасы әбден шаршап, уже кератин 600-ге өтіргенде срочно диализ дейді. Диализге барғанда робот жүреді. Тігіп қойды. Уже тігіп қойды ма? 6 май күні. Сіз диализге барып келдіңіз? Барғам жоқпын. Не үшін бармадыңыз? Енді мынаны естігеннен кейін бір себеп болды, бір құрмалдыққа барып еліме. Сонда бір қарындасты көрдім. Сонда айтады, сіз немене ағай, диализға барайын деп жатсыз, мен айтам, дайын деп жатты, бітті енді деп. Сосын айтты, сондай, не бар? Адрес. Мынау Инстаграмға. Инстаграм нөмірін беріп, сосын келе сразу жазылдым, сосын ұштым мен, диализді бәрін ұмыттым мен. Мына не істейсің? Алдырып тастаңыз ба? Соң, конечно, енді. Соң көстауға болмайды, анау мынау. Нең бар ол кератин? Медиктер қоймайды бар болсын. Магистр мидарын жудыру үшін 5-6 мәрте оқыту керек. Нең бар кератинді? Ең бастысы тұр. Напормен сейіп тұр. Бүйрек істеп тұр. Бел ауырып тұрған жоқ. Қол аяғы жып-жылы. Не керек сен кератинің? Көне заманда қай ата бабаң кератин тексеріп жүр? Ол ғана қыздар бәрі айтатын қауым сіздерге. Ана бүйрек ауырғанда дәрет ала алмай қалады, кіші дәретті. Аға денеге сынып кететін, аяқ сынетін сондай болады. Қазір напормен шығып тұр ғой дәретіңіз. Сосын бана врачтың өзі сұрайды, қалай дәретті? Енді ол слабый. Қазір қалай? Напормен врачтың қасында сейіп көрсетіңізші. Шығарылдатып, 3 метр жерден. Мен бір түсінігім, ана врачтар өздері дайындайды ана. Неге? Диализға. Потому что мен осы Қазақстанның азаматымын ғой. Мен үшін диализный центрге 3 миллион ақша аударады. Мен барсам. Оны мына кісі айтып отыр, мен айтқан жоқпын, өзі айтып отыр. Алдар қазасы, содан кейін чем больше кісі барады, тем лучше оларға. Аға, сіз өмір сүресіз бе? Бұндайды халық айтады, мен айтпаймын. Мен айтады деп медиктер маған ренжіп жүрмеңіздер, экранда отырған. Халық айтады. Сондай бар олар. Оны сосын гүбір айтады. Халықтың бәрін тупой деп ойлайды. Ешқандай тупой емес. Рахмет мағынаға. Тамаша. Кішкене денсаулығыңызда сигнал болса, сразу осы табиғи емге жүгінесіз. Тамаша. Рахмет аға. Осыңыз бәрі бүкіл Қазақстанда тарайды осы видеоңыз. Қанша ағаны құтқарып қаламыз.